Тұмаумен жиі ауыра берсеңіз, жөтел қысса, тамағыңыз ауыра беретін болса, осы шайды демдеп ішіңізші, иммунитетті көтеріп, жиі ауырмайтын боласыз. Ол үшін 2 лимон, 150 грамм имбир, 100 грамм бал қажет. Мен термомикспен барлығын турап алдым. Сіз кез келген құралмен, измельчитель болсын, мясорубка болсын, блендермен езе берсеңіз болады. Дәл осындай сұйықтау келген варенье тәрізді қоспан, яғни тұнба шығады. Мен бұларды банкіге құйып қойдым. Банкіде тоңазытқышта сақтасаңыз болады. Ал мына екінші банкіге дәл осы, яғни бал, лимон, чеснок қостым және имбир. Бұған артықшылығы чеснок. Яғни сіз қатты жөтел қысып жатқанда, болмаса тұмау кезінде бір ас қасықпен күніне 2 рет ішсеңіз жеткілікті. Жөтеліңізде, тұмауыңызда сап тиылады. Ал чесноксыз тұнбаға чаймен араластырып ішкен өте пайдалы. Ол жерде С витамині өте көп. Міне түсі де осындай қанық, әдемі және дәмді болады. Аз болсын. Енді қараңыздар, осындай пайдалы ақпаратты YouTube-қа салсаңыздар, сол видеолар сізге өмір бақи табыс алып келеді. Қараңыздар, мына бір видео 1 жыл бұрын салған екен, 16 миллион просмотр. 1 жылдың ішінде бір видеоның табысы 7 миллион теңге. YouTube-тан табыс тапқыңыз келсе, менің парақшама өтіңіз.